Ассалаумағалейкум қазақ елі. Алматы облысында денесі өртеулі күйі табылған полиция қызметкерінің өлімі жайлы жаңа дерек пайда болды. Бұл кісі әйелін, бала-шағасын ұратын, соғатын деп жатыр. Енді бұл істе адамға күмән тудыратын, сенгің келмейтін бір тұсы бар. Мына марқұмның фото, видеосы тарап жатыр. Анадан көрініп тұр, қандай мықты, қарулы жігіт болғаны. Бір әйел мен бір бала бұған бұндай іс жасайды дегенге сәл күмәнданып қалады екенсің. Сенгің келмейді екен. Бір әйел, бір бала болай тұрсын, анау еркекке бой бермейді да мына адам. Енді қараңыздар. Қазір марқұмның бауырлары, араласқан адамдары айтып жатыр да. Жақсы кісі еді. Не жасаса да бала-шағам үшін, бала-шағам деп тұратын, сондай қамқор әке, жақсы кісі еді деп жатыр да. Соған біреулер жас қойыпты, сондай жақсы адам болатын болса. Онда оны неге осылай қатыгездікпен өлтіреді? Бұл өзі кінәлі, отбасын әбден қан ішкен, осындай жағдайға өзі жеткізді деп жатыр да. Сөгіп нетіп жатқандар бар да, Құдай сақтасын, аналарды оқып жағамды ұстап отырмын. Қазір адамдар не болып кеткен, сондай қатыгез да. Жаңағы әңгіме рас болған болса, шынымен де бала-шағасын, әйелін ұрып, күн көрсетпей, қандарын ішіп жіберген болса, ажырасып кету керек қой әйел адам. Қазір 21-ші ғасырда ешкімді байлап ұстап отқан жоқ. Заң бар. Дұрыс па? Не болды ал? Күйеуін өлтірді, әйел кетті, одан кейін 15 жасар баласы кетті. Артта қалған жас балдарға обалда. Әкесі қайтыс болды, ағасы мен қамқор болатын анасы ол кетті сотталып. Ұсталып кетті да, сотталып емес, ұсталып кетті. Енді қарайтын ата-ана жоқ. Қамқор болып қорғап жүретін ағалары анау. Базар жоқ енді. Ата-анасының бауырлары бар, туыстары бар, солар қарайтын шығар. Бірақ олар ата-анасы сияқты. Ата-анасының орны бөлек қой, ата-анасы сияқты оны мейірімге бөлей алмайды ғой, туған балдарына. Туған ата-ана деген бөлек қой ол, айтып отырмын ғой. Артта қалған бала-шағаға обалда. Сонша өлтіріп, артынан денесін өртеп кететіндей не істеді екен да бұл? Не болды екен? Бір жағынан ойлап қоясың да, бұл кісілерге, бұл отбасыға, еркек пен әйелдің арасына біреулер от салып жіберді ма деп. Өйткені екі кісі де әп-әдемі кісі екен да. Қарасаң, сүйсініп қарайтын отбасы екен да. Өздері де әп-әдемі, бала-шағалары да әп-әдемі. Білмеймін, енді сырт көзге әйтеуір солай көрінеді да. Бір жағына ойлап қоясың да, бұл екеуін көре алмай араларына от салып жіберді-ау. Сенің әйелің біреумен бүйтіп жүр, сенің күйеуің біреумен бүйтіп жүр, біз көрдік анау-мынау деп. Дегендей болады ғой, енді көре алмайтындар болады ғой. Ойлап қояды екенсің, не жетіспейді сонша? Ондай жағдайға баратындай. Не көрінді? Біреу от салып жіберді араларына деп. Міне. Небір әңгімелер болып отыр, Құдай сақтасын. Күйеуі жаңағы әйелінің көзіне шөп салған, анау-мынау. Әйелінің көзіне шөп салғаны бар. Ұрады, соғады. Соның бәрі жиналып кеп, міне әйел, одан жаңағы баласы осылай істеуге мәжбүр болды дегендей. Не бір әңгіме болып жатыр да, Құдай сақтасын. Не айтамын, жалпы бұндай жағдай, әйелді күйеуін өлтіріп қалатын, күйеуі әйелін өлтіріп қалатын жағдайлар бар ғой бізде. Соның барлығы жаңағы. Еркек пен әйел бір-бірімен тұра алмай ма, ұрысып, керісетін болса, не керегі бар бірге тұрып? Ажырасып кету керек қой, соңы мынандай қайғылы жағдай болып, бала-шаға ата-анасыз қалып, аңырап қалғанша. Ажырасып кет, алыстан сыйласып. Зато еркек те аман, әйел де аман, әкесі де аман, мамасы да аман қалатын еді да. Балдарға жаңағындай травма болмайтын еді бүкіл өмірге. Бітті ғой, бала-шағаның өмірі құртылды ғой. Қиын. Айтуға оңай енді, кім не болған бір Құдай біледі әкесі.